Сәлем достар, менің есімім Жанар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Будапештке көшудің немесе Будапештте тұрудың жағымды тұстары жөнінде айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Жалпы өткен видеоларымның бірінде мен Будапештке көшпеудің немесе Будапештте тұрмаудың бірнеше тұстарын, яғни Будапешттің жағымсыз жақтарын айтқан болатынмын. Жалпы менің ойымша кез келген жаққа көшсеңіз немесе қыдырып барсаңыз, ол қаладан немесе сол елден жағымды және жағымсыз, ыңғайлы, ыңғайсыз деген сияқты тұстарын таба аласыздар. Бұл бүкіл жерде заңдылық. Ендеше қайда барсаңыз да жолдарыңыз болсын. Бүгін біз Будапештте тұрудың тиімді тұстары туралы айтатын боламыз. Ең бірінші критерий бұл бағалар. Еуропаның басқа, батыс Еуропаның мемлекеттеріне қарағанда осы жақта бағалар Будапештте арзан деп айтады. Мысалы, бағалы керемет деген ресторандардың өзіне барсаңыз, мысалы Германияда немесе Парижде әрине әлдеқайда қымбатырақ шығады мына жаққа қарағанда. Енді 4 жұлдызды, 5 жұлдызды ресторандардың өзінде бағалар тиімді. Екінші, Будапештте қоғамдық көлік керемет жүйеге қойылған. Мен сияқты өз көлігі жоқ адамдарға кез келген транспортпен қатынауыңызға болады. Судың үстінде, жердің астында, жердің үстінде барлық көліктік жүйе жақсы дамыған. Будапешт Еуропаның ортасында орналасқан деп біз айтамыз. Шығыс Еуропа деп венгрлердің өзіне айтудың тіптен қажеті жоқ. Сондықтан әлемнің батыс Еуропаның көптеген мемлекеттеріне арзан бағада жылдам, тез жетулеріңізге болады. Мысалы, Миланға 1 сағатта, Парижге 2 сағатта деген сыңайлы. Келесі, Будапешт өте қауіпсіз қала. Бәлкім мен орталық районда да тұрғандықтан шығар, бірақ кешке де сондай бір қауіпті жағдайларды көрмеппін. Будапешт архитектурасы мен өте жақсы көрем, өте әдемі қала. Бәлкім енді бұл біреуге басқаша көрінер, бірақ мен үшін ең әдемі архитектуралары бар қалалардың бірі ол Будапешт. Будапештте кино түсіру өте арзан, сондықтан мұнда фотосъемкалар, фильмдер ылғи түсіріліп жатады. Егер сіздің хоббиіңіз осы салада болса, онда Будапештте тіпті ақша да табу мүмкіндігі бар осы салада. Соңғы және басты нәрсе, Будапештте ылғи бір шаралар өтеді. Көрмелер, түрлі фестивальдер, яғни бұның көбіне тегін қатысу мүмкіндігі бар, көбі енді мажар тілінде өтеді, бірақ туристерге арнап ағылшын тілінде өтетіндері де бар. Сонымен Будапештте сіз уақытыңызды текке өткізбейсіз. Жалпы достар, мен Будапешт туралы көптеген видеолар түсірдім. Енді келу, келмеу әрине өздеріңіздің еншілеріңізде, бірақ келер алдында міндетті түрде шараларды тексеріңіздер.